Так, сағат қанша болған екен? Так, сағат 9 болыпты ғой. Жұмысқа мен кешігетін болдым, сондықтан қазір тезірек телефонды тастап жұмысқа баруым керек. Әйтпесе қазір бастық маған звондап ұрсуы мүмкін, сондықтан қазір телефонды тастап жұмысқа бара берейін. Ема база жоқ, мен жұмысқа қайтадан кешігетін болдым ғой. Ема база жоқ, шынымен де қазір өз көлігіме отырып жұмысқа бара берейін. Әйтпесе бастық мені жұмыстан қуып жіберуі мүмкін. Так, ема міне далаға шықтым, қазір жұмысыма бара бермесем, әйтпесе менің бастық жұмыстан қуып жіберуі мүмкін, сондықтан мен қазір шынымен де жұмысыма бара берейін, тезірек, әйтпесе қазір мен кешігіп қаламын. Қазір машинама отырайын. Так, мынау немене? Ема мына жерде түтін шығып жатыр ма? База жоқ, мынау не түтін? Мынау менің мотоциклім ба? Ема база жоқ, мынау менің мотоциклім өртеніп жатыр ғой. База жоқ, ана көтеріп қою керек, ана кәдімгідей бұзылып жатыр ғой, ана біреу атып кеткен ғой мынаны. Мәссаған база жоқ, мынаны кім атуы мүмкін? Осындай мотоциклдің бәрі быт шығып жатыр ғой. База жоқ, мына менің мотоциклім осыншама біреу атып кеткен ба? Ана конкретно жарылып жатыр ғой мотоциклдің бәрі. Түтін шығып жатыр, мынандай болады деп ойламаппын. Мәссаған дөңгелегінде жарып жүрген ғой ананың. Енді бір нәрсе істеуге болмайды да, менің мотоциклім біреу атып кеткен, мында жарылып жатыр. Енді мынаны жөндеу керек қой қайтадан. Бірақ жөндеу үшін көп ақша кететін сияқты. Менде қазір ақша жоқ қой, ақшаны алу үшін мен банкке баруым керекпін. Енді қазір мотоциклді осыны тұра берсін, енді мотоцикл жөндеуге ақша алып келейін, болмаса мотоциклге жөндеуге көп ақша кететін сияқты. Сондықтан мен қазір банкке барып өз счетымнан ақша алып өзімнің мотоциклімді жөндеуім керек. Әйтпесе мотоциклім жарылып кетеді ғой. Қазір атып кеткен ғой, бір бандиттер, осы жерде тұратын бандиттер атып кеткен ғой дейме. Сонда менің мотоциклім олар не қатысы бар екен? Мен оларға тиіскен жоқпын ба? Енді жөндеу керек болған, енді көп ақша кететін сияқты, себебі мотоцикл жарылайын деп жатыр. Сондықтан мен қазір шынымен де банкке барып ақшаны алып қайтайын. Қазір сойтынан жөндейтін орталыққа апарамын да мотоциклімді жөндеп аламын. База жоқ, енді бір нәрсе істеуге болмайды, әйтпесе менің мотоциклім жарылатын сияқты қазір. Сондықтан тезірек банкке барайын да ақшамды алайын. Ақшамды алмайтын болсам, қазір менің мотоциклім жарылып кететін сияқты ғой. Сондықтан мен тезірек барайын. Қазір банк қай жақта еді өзі? Так, мына жақта ғой дейме. Тезірек бару керек, қазір болмаса мотоциклім жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан тезірек ұшып баруым керек, болмаса менің мотоциклімді біреу алып кетуі мүмкін. Сөйтіп оны сатып жіберуі мүмкін. Сондықтан тезірек банкке барып ақшаны алып осы мотоциклімді жөндетуім керек. Әйтпесе мотоциклім жарылатын болады. Түсінсем бермасын, менің мотоциклімді кім жарған екен? Мен ешкімге тиіскен жоқпын ғой. Сонда мен біреу атып кеткен ғой, көрдіңдер ме достар? Ана жерде оқтың іздері тұр ғой. Енді істесе болады екен. Қазір ананы жөндеу керек сияқты, бірақ оны кім атқанын білу керек. Бандиттер атып кеткен сияқты, себебі мен мотоциклге атқан дауысты естіген жоқпын. Сонда ұйықтап жатқан кезде атып кеткен ғой мотоциклім. Базар жоқ, сондықтан соны жөндеу керек. Жөндеу үшін менің қазір банкке баруым керек. Банкіден ақша алу керек еді. Қазір банк қай жақта еді? Мына жақта ғой дейме. Қазір базар жоқ, банкке баруым керек. Сөйтіп өз мотоциклімді жөндеп, атқан адамды тауым керек. Атқан адамды тауып, кегімді қайтару керек. Әйтпесе ендігі менің машинамды жарып кетуі мүмкін осыны. Сондықтан оны тоқтату керек. Әйтпесе көлігімден де айырып қалуы мүмкін. Сондықтан мен қазір мотоциклімді жөндетіп, атқан адамды тауып, кек қайтаруым керек. Әйтпесе менің мотоциклім шынымен де жарып тастайтын сияқты. Так, давайте жігіттердің аларын бәрін ұстаңдар, осы заложнике осылардың бәрін ұстаңдар. Енді қазір банкін тонайтын боламыз. Давайте жігіттер ұстаңдар адамдардың бәрін. Мына жерде ешкім бет қалмасын, кнопканы баспасын, қарап отырыңдар, жақсы ма? Базар жоқ, бүгін біз банкы тонайтын боламыз. Енді біз $1 миллион алып қашып кететін боламыз. Базар жоқ, енді банкы тонау керек қазір тезірек. Тәте, маған дұрыстап айт, мына жерде ақша қай жерде сақталады? Аттаңыз, бәрін айтып беремін. Ақша мына жақта, менің оң жағымда сейфтің ішінде ақша толып тұр барлығы. Молодец, осындай дұрыс айтқан болды, болмаса атпастаймын, ұқтың ба? Енді осында отыр, тыныш, мен қазір ақшаны бәрін жинап аламын. Жігіттер, мына заложникке қарап отырыңдар, ешкімді қашып кетпесін, ұқтыңдар ма? Полиция шақырмасын, полиция шақыратын болса атсаңдар, мен қазір ақшаны жинайтып аламын, ұқтыңдар ма? Жарайды, бос, сіз ақша жинай беріңіз, біз мына заложниктерді ұстап отырамыз. Молодец, сондай болса мен кеттім, қазір ақшаны бәрін жинап аламын. Базар жоқ, мына жерде қаншама ақша бар, қазір осының бәрін тонайтын боламын. Базар жоқ, мына жерде ақша толыпты ғой, қазір осының бәрін тонап кететін боламын. Базар жоқ. Қазір базар жоқ, осы ақшаның бәрін алатын боламын. Сол кезде менің байып кететін боламын. Мына жігіттер үшеуміз бәріміз осы банкте тонап, қазір $10 миллион ұрлап кететін боламыз. Базар жоқ, енді күшті болатын болды. Осы банкін тонап тезірек кетіп қалу керек. Болмаса қазір адамда заложниктер полиция шақыруы мүмкін. Сондықтан ақшаны тезірек тонап кетіп қалу керек. Әйтпесе қазір келуі мүмкін. Базар жоқ, міне $1 миллион кейске сап қойдым. Енді осы кейспен кете берсек болады. Базар жоқ, ақшаның бәрін тонап кеттім, енді кете берсек болады. Жігіттер, давайте кеттік, ақшаны алдым, көрдің бе? Мына кейстің ішінде $1 миллион бар, осының бәрін тонап кеттік, ана жерде басқа ақша қалмады. Жігіттер, давайте мыналар атпай ақ қойыңдар, қазір полиция шақыруы мүмкін. Базар жоқ, осының ішінде $1 миллион бар ма, бос? Ондай болса кеттік, жарайды. Давайте жігіттер кеттік, давай, қазір полиция шақырмастан бұрын тез кетіп қалу керек. Давайте жігіттер, отырыңдар машинаға, бол тезірек.
адамдар көп қылмаса енді тоғайтерін атып жіберіп адамдарды бізді көріп қойды ғой. Қазір мә саған базар жоқ мә. Мынаны атып тастаңдар давайте жігіттер. Болды енді бәрін атып тастадық енді ешкімді білмейтін болады базар жоқ. Кеттік давайте жігіттеріне машинаға отырыңдар. Қазір болды енді $1 миллион алдық енді қазір кете берсек болады базар жоқ енді давай тезірек кетіп қалайық отырсай болсай тезірек болды кеттік енді болды ешқандай банкті ұнамайтын боламыз себебі $1 миллион алып кеттік енді басқа жақта қаладағы банкке барсақ болады мына жерде құлаған ба не болған мында жайды біз кеттік базар жоқ мына жерде енді банкін тонап кеттік енді кете берсек болады базар жоқ саған базар жоқ мына жақта тығылып қалсақ болады екен мына таудың артында қазір осы жерге тығылып қалайық осы тастың астында тығылып қалсақ ешкім таба алмайтын сияқты сондықтан мына жерде тығылып қалайық базар жоқ болды енді ешкім де бізді таба алмайды себебі біз банкін тонап қашып кеттік ешкім полиция звондамайды қазір енді осы жерде тығылып тұрайық полиция мына жердің бәрін тексеріп болмағанша әйтпесе бізді тауып түрмеге салуы мүмкін сондықтан осы жерде күтейік полиция кетіп қалған так міне базар жоқ банк келіп қалдым енді қазір банкке барып ақша алмасам базар жоқ менің банкімді банкіден өтіп кеттім ғой базар жоқ банкі жақта не болып жатыр мына жер полицияға келіп алған ба бірақ полиция не үшін мына банкке түсінсем бермасын базар жоқ көріп қайтем не болып жатқан мүмкін көмек керек болып тұрған шығар қазір көріп қайтем не істеп жатыр екенін қазір базар жоқ қазір мына полициядан сұрап көрейін не болып жатқан ассалаумағалейкум аға мына жерде не болып жатыр айтып бересің мына полиция не үшін бәрі жиналып алған соны түсінбей жатырмын онда сенің шаруаң болмасын бағана мына жерде жігіттер келіп банкіні тонап кеткен енді біз осыны іздеп жатырмыз кім тонағанын сен бар ары кет болмаса сені күдікті деп алып кететін боламыз сондықтан ары кет бар мәссаған базар жоқ банкі тонап жатыр дей ма полициялар шынымен де опасный сияқты ғой мені түрмеге алып кетемін дей ма күдікті ретінде мені бірақ ақша алу үшін келдім ғой банкке енді не істеймін жоқ болмайды мен ақша алуым керекпін әйтпесе менің мотоциклім жарып кететін сияқты сондықтан мен кіре берейін жігіт мен саған тоқта дейді ғой полицейский қайда кетіп бара жатсың аға маған ақша керек болып тұр банкіден базар жоқ мыналар мені шығарып тастап жатыр ма сонда банкі тонаған мына жігіттер мына жерде бір логика ұстаған сияқты ғой демек қазір естіп көрейін полиция не айтып жатыр екен так сонда ханым ол бандиттер үшеу дейсіз бе екеуі маска киіп алған біреуі беті ашық тұр дейсіз бе біреуі түрмеден қашқан дейсіз бе жарайды жазып алдым сонда 3 бандит осы банкке 12-де келіп тонап кетті дейсіз бе сонда олардың қолында қанша қару жарақ болған дәл солай олар 3 бандиттер келіп мына банкіден тонап кетті олар мені қорқытты қару жарақпен сөйтіп олар кейске $1 миллион салып қашып кетті мен олардың түрін жақсылап көре алмадым сондықтан айта алмаймын бірақ екеуі маскіде болған точно білем так ондай болса оларды табу қиын болады себебі олардың түрін де білмейміз қару жарағын да білмейміз оларда мына жерде камера жоқ екен сондықтан оны табу қиын болады олардың қайда кетіп қалғанын білмейсіз бе қандай көлікке отырғанын қандай қару жарақ ұстағанын білмейсіз бе қандай қару жарақ ұстағанын білмеймін бірақ қолдарында автоматтар болған біреуінде пистолет болған бірақ олар мына сыртта тұрған адамдардың бәрін атып тастады және мен олардың қандай машинаға отырғанын білемін олар қара пикапқа мініп қашып кетті қазір қара пикап дейсіз бе қазір жазып алайын қара пикап болатын болса ондай болса табу кішкене оңайырақ болатын сияқты себебі қара пикапта отыратын адамдар саны аз базар жоқ сонда мына бандиттер қара пикапқа отырып $1 миллион ұрлап кетті дей ма базар жоқ сонда мыналар бандиттер шынымен жаман екен ғой ақшаның бәрін тонап кеткен ғой базар жоқ көріп қайтейін банкін тонаған мыналар сонда жігіттер мыналар банкін бәрін тонап салған ғой енді не істеймін маған енді ақша керек еді ғой мен өз шотымдан ала алмаймын ғой себебі менің шотым бәрін тонап кеткен сияқты ғой $1 миллион бәрін алып кеткен сияқты базар жоқ офицер мырза мен сыртта қара пикапты көрдім тура бандиттер ұрлап кеткен пикап тұр екен сыртта тура бандиттер ұрлаған пикап дейсің бе сонда бандиттер қайтып келген ба түсінсем бермесін не болып жатыр мында білмеймін офицер мырза бірақ ана тура бандиттердің ұрлаған машинасы екен қара пикап қараңыз өзіңіз мына біреудің машинасы ғой деймін сонда бандиттер өзі тығып қайтадан келген сияқты мында так сонда бандиттер келген дейсің бе ондай болса мына қара пикап па мына қара пикап кімдікі так достар мыналар менің пикабымды айтып жатыр ма сонда мен бандит деп ойлап жатыр ма түсінсем бермесін офицер мырза бұл пикап менікі не болды сонда мен ешқандай ұрлықшы емеспін не үшін шақырып жатсыз так мына машина сонда сенікі ма камера бойынша тура осындай машина бағана банкті тонап кеткен екен сонда сен ұрлықшылардың біреуі сияқтысың ғой сен машинамен қайтадан келгенсің ғой сен қайтадан ақшаны көру үшін давайте жігіттер мынаны ұстап алыңдар мына жігітті мына ұрлықшы екен жігіттер қойыңдар қайда ұрлықшы мен көлікті жағына келдім ғой мен өзімнің мотоциклімді жөндеу үшін осында ақша алуға келдім ғой өтірікті айтпа давайте жігіттер ұстаңдар мынаны
Так жігіттер аттаңдар мен берілем ема базар жоқ мыналар мені ұстап қалайын деп отыр ма? Жігіттер давайте қолдарына ұстаңдар жігітті тезірек өзіміздің учаскемізге апарайық. Көзі болсын ау шыныменде қимылдамасын болмаса ат тастаймыз. Жігіттер болды берілем мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Ема базар жоқ мыналар мені ат тастайын деп отыр ма не? Ема базар жоқ мына жақта не болып жатыр? Мыналар мені ұстап алды ғой. Ема мыналар сонда мен ұрлықшы деп ойлап жатыр ма? Көлікпен жағына келіп едім. Ема енді полицейский участке баруға тура келеді. Жігіт көп сөйлеме қазір сені ат тастаймыз. Сен ғой мына ақшаға ұрлаған сондықтан қазір сені полицейский участке апаратын боламыз. Сондықтан көп сөйлеме қазір машинаға отыр ұқтың ба? Сізбен бірге участке барам, бірақ тек атпаңыз. Давайте жігіттерін астандар полицейский участке апарайық. Давай жүрей тезірек болмаса ат тастаймын қазір ұқтың ба? Жүрей атпаңыз, мен сізбен бірге барам. Қазір осы сені полицейский участке апаратын боламыз. Давайте жігіттер отырғызыңдар Джонниді. Қазір Джонни сені полицейский участке апаратын боламыз. Сөйтіп көреміз сен ұрлықшысың ба, ұрлықшы емессің ба? Егер ұрлықшы болатын болсаң, $1 миллион қайтарың керексің, әйтпесе сені түрмеге қамап тастаймыз, ұқтың ба? Жүрей апара берді, бірақ мен ешқандай да ұрлықшы емеспін. Сендер бұған өкінетін боласыңдар. Мен жай ғана банкке ақша алушың ғана келгем. Бұны бәрінен сөйтіп естиміз. Сен ұрлықшысың ба, ұрлықшы емессің ба? Қазір полицейский участке көретін боламыз. Міне жігіттер келіп қалдық полицейский участке. Енді қазір Джонни сені түрмеге қамайтын боламын. Жүр кеттік міне участке алып барамын. Қазір мына жерде тоқтап алайық. Давай Джонни жүр болды. Қазір сен полицейский участке апаратын боламын. Давай Джонни жүр давай. Ат тастаймын болмаса. Жүрейді атпаңыз, қазір сіздің артыңыздан барам. Қазір базар жоқ сені ақша ұрлаған үшін жауап беретін боласың. $1 миллион ұрладың дейсің бе? Қазір ондай болса сен осы үшін жауап беретін боласың. Сондықтан жүр давай мен алдымда. Қазір сен жауап беретін боласың. Ема базар жоқ. Жүр кеттік мына жаққа. Офицер мырза, бірақ мен ештеңе ұрлаған жоқпын ғой. Мені түрмеге қалай қамайсыз? Сен көп сөйлеме. Сені ұрлаған айғақтар көп. Мен сенің қалтаңнан көп қару-жарақты көрдім. Сондықтан сен ұрлықшы екеніңе күмәнім жоқ. Сондықтан жүр былай мен артымнан. Түрмеге қамайтын боламын қазір сені. Ема офицер, бірақ мен ештеңені ұрлаған жоқпын ғой. Ема қару-жарақ ол өзімнің қару-жарағым ғой, ол ұрлықшының қару-жарағы емес қой. Көп сөйлеме, қару-жарақ алуға болмайды, білмейсің бе не? Сондықтан сен енді күдікті болып қазір түрмеге қамалатын боласың, ұқтың ба? Болды, енді осы түрмеде шірейтін боласың, ұқтың ба? Енді осы түрмеде мәңгі бақи қалатын боласың, себебі сені ұрлықшы екенің менің күмәнім жоқ. Ема базар жоқ, мыналар мені түрмеге қамап тастаған емес, мен ештеңені ұрлаған жоқпын. Ема менің мотоциклімді біреу атып кетіп, соны жөндеу үшін банкке барсам, ема банкіде біреу тонап кетті де, сонда менің машинамды көріп, еще қару-жарағымды көріп, мен ұрлықшы деп ойлап қалған мыналар. Ема енді не істесе болады, мыналар мені шынымен түрмеге қамап тастады ғой. Енді түрмеден қалай шықсам болады екен? Ема бір нәрсе болмайды, мыналар шынымен де мені босқа түрмеге қамап тастады. Сондықтан мен қазір түрмеден шығып, өзімді дәлелдеуім керек, мен ұрлықшы емес екенмін. Ема енді не істесе болады екен? Офицер шынымен де мені қамап тастады ғой. Мені бірақ қолымда қару-жарақтың да алып алды. Енді мен қару-жарақсыз осы түрмеде қалатын болдым. Енді түрмеден шығуым керек, әйтпесе менің мотоциклім жарып кететін сияқты. Сондықтан мен қазір шынымен де түрмеден шығып, шын ұрлықшылар табуым керекпін, себебі аналар полициялар мені ұрлықшы деп ойлап отыр. Егер мен шын ұрлықшыларды әкелетін болса, мені жіберетін сияқты. Сондықтан мен қазір түрмеден ақырындап шығып, шын ұрлықшыларды тауып осында әкелуім керекпін. Әйтпесе полициялар мені жібермейтін сияқты. Сондықтан мен қазір түрмеден шығуым керекпін. Бірақ қалай шықсам болады екен? Мына жерде офицерлер толып тұрған шығар. Мына есікті ашу керек, бірақ есікті ашу үшін бір нәрсе істеу керек. Так достар, мен мына жерде дубинка тауып алдым, көрдіңдер ме? Мынандай мына ағаш дубинка, бірақ осыны дубинкамен біреуді ұрсаң талдыруға болады. Сондықтан мен осы дубинканы қару-жарақ ретінде қолданамын қазір түрмеден қашатын кезде. Енді мына есікті қалай ашса болады екен? Мүмкін есікті соқса, осымен соқса есік ашылатын шығар. Қазір полиция қарамай тұрған кезде есікті ашу керек. Так, не істесе болады екен? Қазір күту керек. Полиция қарамай тұрған кезде, полиция қарамай тұр, қазір есікті ашып жіберемін. Ема базар жоқ. Мәссаған. Ема достар, шынымен де ашылады екен ғой. Мәссаған, дубинка шынымен де мықты сияқты. Қазір артына ауыр керек. Офицер қарамай тұрған кезде қазір енді жауап беретін болады. Мен түрмеге, мәссаған базар жоқ, түрмеге бекерден бекер әкелдіңдер. Енді түрмеден қашып кететін боламын. Так достар, ақырындап жүріп, осы полициялар есіп қойып мені ат тастауы мүмкін. Сондықтан мен қазір тезірек былай қарап шығып кетейін. Ана жерде бір адам тұр екен ғой. Ема қазір қарамай тұрған кезде былай тығып қалайық. Так достар, қазір көрмей тұрған кезде артына айналып қойып былай үйден басынан былай мә деп соғу керек. Сөйтіп енді еманы оянып кетті ғой. Мәссаған базар жоқ. Енді точно ұйықтап қалды. Қазір мынаны талдырып тастаймын. Мынау қарамай тұр ғой деймін ғой. Қазір басынан бір соғатын боламын. Мәссаған базар жоқ. Мәссаған болды, талып қалды. Так, мынау бағана офицер емес пе? Сен қайда қашып баратсың? Сенен полиция ұрып жатсың. Сен ұрлықшы екенін біліп едім. Енді қазір сені атып тастаймын.
Офицер мырза, мені атпаңыз, мен ұрлықшы емеспін, мен өзімді қашу үшін осындай еттім. Қазір сізде ұрам, мә саған базар жоқ. Енді мен ұрламайтын боласыз, енді болды. Мен ұрлықшы емеспін, қазір түрмеден қашып кету керек менде. Тағы да офицерлер бар ма екен? Так, мына жер бір, сен кімсің? Мә саған базар жоқ. Сен шаруаң болмасын, қазір мен шынымен ұрлықшылар тауып әкелуім керек. Әйтпесе олар мені шын ұрлықшы деп ойлап жатыр. Қазір полицейский машинаға отырып кетейін, базар жоқ. Так, міне отырдым. Енді шын ұрлықшылар тауып керек. Ол үшін мен бағана банкіге қайтып оралуым керек. Әйтпесе мен оларды таба алмаймын ғой. Сондықтан мен бағана банкке барып қайтайын. Ема достар, міне жақындап қалдым. Ема бағана полицейский участоктен қашып кеткен дұрыс болды. Әйтпесе аналар мені түрмеге қамап тастайын деп жатыр ғой дейме. Сондықтан мен қазір тезірек кетіп қалайын. Ема сонда мені не үшін олай түрмеге қамап кетті? Соны түсінбедім. Мен ешкімді ұрлаған да жоқпын ғой. Ема сонда олар мені машинама, қару-жарағыма қарап мені ұрлықшы деп ойлап қалған ғой. Қазір шынымен банкіге барып көруім керекпін, кім ұрлаған. Шын ұрлықшылар тауып оларды түрмеге қамау керек. Әйтпесе мені түрмеге қамап тастайды. Сондықтан мен қазір банкіге барамын. Банкі қай жерде өзі? Мына жерде ме? Мына жерде ғой деймін. Банк қазір осы банкке бармасам, ана полицейский машинасы бұзылды ғой. Жарайды, енді өздері мені түрмеге қамап қойды. Енді осы үшін жауап беретін болады ема. Так, міне жақындап қалдым. Енді қазір шынымен де банкіге барып көру керек. Банкінің ішінде кім ұрлаған, шын ұрлықшылар тауып керек. Әйтпесе мені түрмеге қамап тастайтын сияқты. Так, міне банкке келдім. Мына жер полицейский машинасы, бағана полицейлер машинасы ғой дейме. Қазір мына жер көруім керек. Осы тәтеден сұрап көрейік. Осы тәте ғой машинаны көргім деп қазір осы тәтеден сұрап көруім керек. Сәлеметсіз бе тәте, сіз бағана банкіде ұрлап кеткен адамдар, ұрлықшылар қай жаққа кетіп қалғанын білесіз бе? Сен кімсің? Түсінбедім. Сен бағана полиция алып кеткен жоқ па? Мені полиция жіберді, мен сол ұрлықшылар табайын деп осы жаққа келдім. Ондай болатын болса, бандиттер қай кетіп қалғанын білемін. Олар пляж жаққа машинамен кетіп қалды. Пляж жаққа дейсіз бе? Жарайды, ондай болса рахмет, ондай болса қазір іздеп қайтайын. Ема бағасы жоқ, пляж жақта дейме? Қазір сол ұрлықшылар тауып алуым керек. Әйтпесе бандиттер мені подставить етті ғой. Енді қазір олардан кек алуым керек. Әйтпесе мені полициялар қазір ұстап алуы мүмкін. Сондықтан да бандиттер тауып алуым керек. Қайтсем де пляж жақта болатын болса, ол таудың ар жағында ғой. Ема алыс жаққа кетіп қалған сияқты. Ондай болса қазір тезірек баруым керек. Бағана тәте пляж жақта дейме, бірақ мен пляж жақтың бәрін аралап көрдім, бірақ ешқандай да ұрлықшыны көрген жоқ. Мүмкін ұрлықшылар басқа жаққа кетіп қалған шығар. Ема олар қай жаққа кетіп қалған мүмкін? Базар жоқ, оларды табу керек. Әйтпесе полициялар мені артына қоймайтын сияқты. Сондықтан мен қазір мына жақта тұрып қайтпасам, мына жақта бір нәрсе болуы мүмкін. Орман жаққа қашып кеткен шығар. Қазір мына жақты көрмесем, ол бандиттер тура менікіндей машина, сондықтан оларды табу оңай болады деп ойлаймын. Енді бірақ оларды табу керек. Әйтпесе олар алыс жаққа қашып кетуі мүмкін. Мына жерден түсіп көрмесем, базар жоқ. Олар сонда бандиттер ақшаны ұрлап осы жаққа қашып кеткен бе? Түсінсем бермасын, не болып жатыр? Өзі қай жерде ол бандиттер? Ема. Так, ема достар, нан көрдіңдер ме? На бандиттер ғой, шынымен де 3 бандит. Екеуі маскада, бірі түрмеден қашып кеткен бір адам екен, ақша тауып тұр. Ема достар, көрдіңдер ме? Армысса мені подставить еткен, қазір осылардан кек алатын боламын. Ема қазір ақырындап түсіп, ема базар жоқ. Мәссаған базар жоқ, құлап түстім ғой. Ема базар жоқ, мына жерден кәдімгідей аунап түстім ғой. Мәссаған базар жоқ, мына жерден құлап кәдімгідей түстім ғой. Қазір барып қайтпасам, мыналар бандиттер шынымен де мені подставить етті. Сондықтан мыналардан қазір кек алатын боламын. Тек қару-жарағымды алып алайын, мынандай қару-жарақты алып алайын. Сөйтіп мыналарды ат тастайтын боламын. Әйтпесе мына бандиттер шынымен де полициядан қашып мені түрмеге салып жүрді ғой. Сондықтан қазір мыналар ат тастауым керек. Қазір көрмей тұрған кезде бұлай ат тастамасам базар жоқ. Ема мыналар мені көріп қойды ғой. Мәссаған мені атып жатырмын. Базар жоқ, мыналар шынымен де мені көріп қойды, бірақ енді бұл ат тастадым, болды. Енді ешкімде тірі қалмайтын болды осы бандиттер. Ема базар жоқ, мыналар қаншама ақша ұрлап кеткен банкіден. Ема банкінің бәрін тонап кеткен. Оны қанша 5 миллион ақша ма мында? Емана бандиттер шынымен де ақшаны тонап осына тығылып қалайын деген ғой. Мені подставить етіп, емана тура менің көлігімде екен шынымен де. Қазір осы жерге полицияны шақырмасам, әйтпесе қазір полиция мені іздеп жатқан шығар. Ема базар жоқ бауырым, сен мына жердегі шын ұрлықшылар табады деп ойламаппын. Ема мен сені шын ұрлықшыма деп жүрсем, сен шынымен де ақша ұрлаған ұрлықшылын тауып алдың ғой. Базар жоқ, ондай болса сенен кешірім сұрайын, бағана сені түрмеге бекер салыппын. Жарайды офицер мырза, сіз өз жұмысыңызды атқардыңыз, осы ұрлықшылар деп ойлап қалдыңыз мені, сөйтіп мен өзім осы ұрлықшыны тауып алдым. Енді болды, ешкім банкіні тонамайтын болады. Мәссаған бауырым, рахмет. Осы ұрлықшылар көптеген банкті тонап жүреді. Енді сенің арқаңда осы ұрлықшылар тауып алдық. Енді базар жоқ, ақшаны бәрін қайтарып беретін боламыз. Сен бізге көмектескен үшін осы 5 миллион ақшаның саған 500 мың долларын беретін боламыз сыйлық ретінде. Ема базар жоқ, 500 мың доллар дейме? Ема офицер мырза, рахмет. Ондай болса мен шынымен де 500 мың долларды алып кетейін. Ема базар жоқ. Ал міне достар, видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.